Армысыз. Назарларыңызда ақша әлемі. Бұл ақшаны жақсы көретіндерге және оны әлемде қалай жасайтынын білгісі келетіндерге арналған бағдарлама. Бүгін біз мысырлық фунт жайында айтатын боламыз. Мысыр бұл тарихы өте тереңде жатқан мұсылман елдерінің бірі. Аталған ерекшелігін ақшасынан да аңғаруға болады. Мәселен, барлық банкноттағы жазба екі тілде, яғни алдыңғы жағындағы ақпарат араб әріптері және шығыс араб сандарымен бедерленген. Суреттері де мұсылман әлеміне сай. Ал келесі бетінде ағылшын әріптері және үнді араб сандарымен жазылған мәлімет пен көне архитектуралық ескерткіштер бар. Ал ресми қаржы әлемінде мысырлық фунт жайында мынадай ақпараттар бар. Емитент және айналым аумағы. Мысыр Араб Республикасы. Қолданысқа енген уақыты 1834 жыл. 1 фунт 100 пиастрдан тұрады. Айналымда монеталар және банкноттар түрінде бар. Монеталар 25-50 пиастр және 1 фунт. Банкноттар 1, 5, 10, 20, 50, 100 және 200 фунт. Бір қызығы, мысырлықтар әрбір өлшемдегі ақшаға қосымша атау берген. Мәселен, 1000 мысырлық фунтты Баку деп атайды. Біздің тілге аударғанда пакет дегенді білдіреді. Ал 1 миллионда арнап, яғни көшек дейді екен. 1 миллиард болса фил, қазақша піл делінеді. Жергілікті ақшадан бөлек бұнда еуро мен ақш доллары да еркін айналымда жүре береді. Айтпақшы, соңғысының айырбастау бағамы бұнда әлдеқайда тиімді. Ал жергілікті банкноттар көлемі мен дизайны жағынан бір-біріне өте ұқсас және көпшілігі әбден ескі. Тіпті саяхатшылар алғашында оларды шатастырып жатады. Ал алаяқтар бұл мүмкіндікті мүлт жібермеуге тырысады. Мысыр заңы бойынша елден 1000 фунттан артық жергілікті валютаны сырт елдерге алып шығуға болмайды. Қазіргі валюта бағамы бойынша 1 мысырлық фунт шамамен 39 теңгеге тең.